Ассалаумағалейкум. Бүгін 11 тамыз бейсенбі, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтармен Ғани Өтепбайұлы. Олай болса, алда көретіндеріміз. Міне, көптен күткен алтын қазақ елінің еншісінде спортшыларымыз бір күнде 2 алтын, 1 күмісті олжалады. Қазақстанда тұңғыш рет еңбек қауіпсіздігін реттейтін қауымдастық құрылды. Енді ұйым еліміздегі барлық құрылыстардағы техникалық қауіпсіздік инженерлерінің құқығын қорғамақ. Қыс шанаңды жаз сайла, қыстың көз қырауда жылусыз қалып бүрсен қаққан қостанайлықтардың биылғы дайындығы қандай? Көптен күткен қуаныш. Рио Олимпиадасында алғашқы алтынға қол жеткіздік. Оны жерлесіміз зілтемірші Нижат Рахимов күллі қазақ жұртына тарту етті. Даңқ әлемге жайылған спортшыны мемлекет басшысы құттықтады. Елбасы жолдаған жедел хатта қазақстандықтар сенің өнеріңді зор қызығушылықпен және үлкен үмітпен тамашалады. Сен олардың үмітін толық ақтадың. Жоғары спорттық шеберлігін, жанкештілігің мен асқан ерік жігерің саған қиын сайыста мықты қарсыластарды жеңіп шығып, Қазақстанның олимпиадалық командасына алғашқы алтын медальді әперуге көмектесті. Сенің жеңісің елдің жас спортшылары үшін лайықты үлгі болары анық делінген. Ел қоржынына екінші алтын әкелген Дмитрий Баландинге де Нұрсұлтан Назарбаев жедел хат жолдады. Елбасы спортшыны суға жүзу сайыстарындағы жеңісімен құттықтады. Сенің жарқын жеңісің қазақстандықтарға зор қуаныш сыйлады. Даңқты қарсыластармен жанкешті және қиын сайыста жеңіп алған алтын медаль сенің жоғары шеберлігіңнің, мақсатқа талпынуыңның, ерік күшің мен қайрат жігеріңнің көрсеткіші. Сенің теңдессіз табысың Қазақстан спортының шежіресінде мәңгілік қалады делінген жедел хатта. Қазақстан президенті спортшының келешекте жаңа белестерді бағындыруына тілектестік білдірді. Бұған дейін Дмитрийдің ақтық сынға шыққанын алматылықтар бір-біріне жарыса хабарлаған еді. Финалдық бәсекенің түннің бір уағында өткеніне қарамастан тақымдарын қысып тікелей эфирді күтті. Үміт ақталды. Рио Олимпиадасының чемпионы Диманың бассейнді таңдауына не түрткі болды? Қандай мамандық бойынша білім алып жүр? Тақырыпта тілшіміз Ұлан Нарымбек жалғастырады. Это вот казахстанские, ну тут все. Белорус, как и международные, и такие. Бұл Диманың бөлмесі. Спортшының талай жарыстан олжалы қайтқаны бірден көзге түседі. Әкесі Игорь баласы ұтқан әрбір медальдің тарихы жайында сағаттап айтуға дайын. Енді Рио Олимпиадасының алтын жүлдесі Баландиндердің төрінен орын алатыны анық. Но на золото, конечно, не рассчитывали. Әрине, әйтеуір бір медаль аларымыз деген үмітіміз болды. Бірақ алтын жүлдемен оралады деп ойлаған жоқпыз. Өйткені бұл Олимпиада ғой. Ылғи сайдың тасында жігіттер жиналған. Дмитрийдің жеңісін көрген алматылықтар таң ата бір-бірінен сүйінші сұрап, қуаныштарымен бөлісіп жатты. Жүзуден бірінші Қазақстан алып отыр ғой, алтын медалін. Бұл сенсациялық жаңалық деп ойлаймын. Өте қуаныштымыз. Болашақта тағы да осындай жетістіктерге жете беруіне біз тілектеспіз әрине. Дима жүзумен 4 жасынан бастап айналысып келеді. Бас сүйегінің қысымын анықтаған дәрігерлер бассейнге баруға кеңес берген. Дертіне шипа іздеп барған Дмитрий кейіннен жүзумен тыңғылықты айналысуға бел буады. Осылайша спорттағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернатына түседі. Как спортсмен. Дарынды спортшы. Қазақстанның жүзу спортының ең басты жаңалығы. Бұл Диманың соңғы жеңісі емес деп ойлаймын. Олимпиада чемпионы Алматыдағы университеттердің бірінде дене шынықтыру және спорт кафедрасында оқиды. Баландиннің тарихи жеңісі біраз жеткіншекті бассейнге жетелейтіні анық. Спорт мамандары болашақта Диманың ізін қуған талай чемпиондардың шығатынынан үмітті. Ұлан Нарынбек, Майра Ілес, Ернар Сайлаубаев, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан. Риодағы Олимпиаданың 5-ші күні қос бірдей алтынға қол жеткізген қазақстандықтардың қуанышында шек жоқ. Сол алтын иесінің бірі атыраулық зілтемірші Нижат Рахимов болатын. Бүгін мұнайлы өңір жұртшылығы батыр ұлдарының жеңісін кең көлемде атап өтті. Қазақстандық спортшылардың Риодағы сайыстарын қатысып жүрген бақылап отырған халық ақжолда жаңалықта әлеуметтік желілерде жарыстар жазып жатыр. Нижат Рахимовтың жеңісі ел мерейін асырып абыройын асқақтатты. Зілтемірші жігіт әлем шыңын бағындырып көк байрағымызды көкке желбіретті. Осы үлкен қуанышқа орай бүткіл осы спорт түрлерінің барша уәкілдері арнайы ризашылығын білдіру үшін осы сарайға жиналып жатыр. Бұл енді елдің қуанышы, біздің еліміздің берекелілігінің белгісі, біздің спортымыздың дамып
еліміздің атағын шығарып жатырғанның бұл үлкен нәтижесі деп білемін. Шынында да облыс орталығында Жайық спорт клубына жиналған жұрттың санында есеп жоқ. Әсіресе талапкер жас спортшылардың қарасы қалың. Олар дүбірлі додада топ жарған рақибінің жеңісін зор қуанышпен тойлауда. Әріптестері болса Нижаттың мұндай биікті бағындыра алатынында бек сенімді болғандарын айтады. Мы болели за Ниджата нашего вчера, который стал первым. Біз әрине Нижат үшін жанкүйер болдық. Ол өз мүмкіндігін толық ашып көрсете білді. Тіпті 2001 жылғы Перепеченков орнатқан әлемдік рекордты жаңартты. Сөйтіп 15 жыл бойғы зілтеміршілер межесін тағы 3 келіге алға жылжытты. Ендігі көптің тілегі толайым табыстарды кейінгі саңлақтарымызды жалғай түсіп, жүлделер қатарын еселей берсе. Арыстанбек Кенже, Темірлан Сұлтанғазиев, қорытынды жаңалықтар, Атыраудан. 4 жылда бір рет келетін байрақты бәсекеде тұңғыш рет қазақ қызы жүлде алды. Жазира Жапарқұл Рио Олимпиадасында күмістен алқа тақты. Сын сәтте спортшының отбасы, жерлестері, сондай қазақстандық жанкүйерлер Жазираның жеңіске жетуіне тілекші болды. Біздің тілшілерімізде жанкүйерлер қатарынан табылды. Оңтүстіктегі халықтың қуанышын келесі бейне материалдан көріп білейік. Енді Жазира қызымның жетістіктері мына жатқан медальдары. Байырғы теміржолшы кенже қызын 8 жасында спортқа өзі жетектеп алып барған екен. Бүгінде сол бастамама өкінбеймін дейді Жазираның әкесі. 5-ші сыныптан бастап топ жарған зілтемірші қыздың 100-ден астам медалі бар. Ең құндысы алғашқы қола жүлдесі. Әр медалінің қуанышы бар ғой. Қазақстан арасындағы біріншіліктерде қанша медальдар әкелді. Оның бар қуанышы бізге. Халықтың қуанышы. Наннаған кезде дүние жүзіне танытты. Қазақтың қаракөз қызы дүние жүзіне танытты. Ол алтын әріппен жазылды. Жазира отбасындағы 7 қыздың ең кенжесі. Кішекенменде беркелеуді білмеген. Қайта балалармен жарысып, асық ойнап, доп теуіп өскен. Тіпті кинодағы батырларға еліктеп, жібек жіптен садақ жасап ойнайтын дейді анасы. Кейін бірден зілтемір көтеруге ден қойыпты. Басында ата-анасы қарсы болған. Алайда қызымның бойындағы спортқа деген сүйіспеншілікті көргенде, ол райымыздан қайттық дейді чемпионның анасы Күлайхан апай. Талшоқ дейді, ребок дейді, соның өзі айтып отырады. Мынадан талшоқтан 3 рет көтеруім керек, мынадан 3 рет көтеруім керек дейді. Сосын кейін біз көтерсек, ол көтере алмаймыз, оның көтергенін. Себебі Құдай өзі дарын берген шығар болған деп ойлаймын. Мектепте орын болмай, арнайы үйде жаттыққаннан кейін темір қай жер осы жерде қалып кететін. Кейде жабамыз, кейде жаппай қалып кетеді. Күннің ыстығында да сол темірменен көтергенде алақандарының күлдіріп кеткен күндерде болған Жазираның. Қаршадай қазақ қызы қандай қиындық болса да сабырлықпен жеңе білді. Соның арқасында талай белестерді бағындырып, әрбір спортшының арманына айналған Олимпиадаға жолдама алды. Және сол дүбірлі додада қазақ халқының намысын қорғап, жүлделі орынды жеңіп алды. Қазақ спортшыларын қолдауға жиналған арыс жұртшылығының қарасы қалың, барлығының арманы Жазираның жеңіске жетуі. Жазира көпшілікті көп күттірген жоқ. Серпе және жұлқа көтеруде әлемнің түкпір-түкпірінен жиылған зілтемірші қыздардың бәрін басы бозды. Алтыннан бір сата төмен тұрақтады. Барлық спортсменнің, спортшылардың негізі Олимпиадаға бару, жүлде алу. Міне Жазира алды, қазақ елінің сенімін ақтады. Осындай күміс жүлде алтынға бастасын. Еліміздің қоржыны алтын медальдармен толығып, байрақты бәсекеде еліміздің мерейі үстем бола берсін. Ел мерейін асырған Жазира Жапарқұл қазақ қыздарынан тұңғыш Олимпиаданың күміс жүлдегері атанды. Әлем жұртшылығы көз тігіп отырған байрақты бәсекеде әлі талай қазақ спортшысының топ жаратынына сенеміз. Достық Талғатұлы, Қанат Жүнісбек, Нұрмахан Бекмұратов, қорытынды жаңалықтар. Ел спортшыларының жетістіктерінен кейін Қазақстан 2 алтын, 2 күміс және 3 қола медальмен 30-шы орыннан бірден 11-ші орынға көтерілді. Біздің алдымызда батыстың алпауыттары қос-қос жүлделермен Франция, Ұлыбритания, Италия тұр. Одан кейін 4 алтын медальмен Оңтүстік Корея және Ресей Федерациясы шайқасқан. Одан әрі 5 алтын жүлдемен Венгрия және Австралия орын тепсе, 3-ші орынға алтын медальмен Жапония елі тұрақтаған. 2-ші орын Қытайда, ал 1-ші орын 10 алтынмен ақш еншісінде. ақш демекші, Америка президенттігіне үміткер Дональд Трамп Барак Обаманы Ирак және Левант лаңкестік ұйымын құрды деп айыптады. Сайлауалды кампаниясы аясында Флоридада сөз сөйлеген Трамп лаңкестердің Обаманы қадір тұтатынын айтты. Ал өзінің бақталасы Хиллари Клинтон осы қылмыстық әрекетте Барак Обаманы сыбайласы болған деді.
Осыған дейін республикалық партиядан ұсынылған кандидатта Клинтонның саясаты Ирак және Левант террористік ұйымының жасақталуына әкелген, ал Обама оның ырқына көнетіндігін алға тартып келген еді. Естеріңізде болса, қазір Америкада 8 қарашада өтетін президенттікке сайлаудың алдындағы науқан жалғасуда. Саяси додада Хиллари Клинтон мен Дональд Трамп бақ сынасады. Біздің таяу шығысқа баса көктеп кіруіміз қателік болды. Бұл Обама бастаған саяси қадам еді. Хиллари болса Ливияның өміріне араласуды жөн санады. Ал соңы қандай қасіретке әкелгенін өздеріңіз білесіздер. Ирак және Левант лаңкестері Обаманы қадір тұтады. Бұл бекер емес. Себебі сол ұйымның негізін салған Обама, ал Хиллари Клинтон осы жолда оған көмектесті. Ел жаңалықтарына ауысамыз. Ақтөбеде әлеуметтік желі арқылы лаңкестікті насихаттады деген күдікпен ұсталған 3 адамға бүгін сот үкім кесті. Олар 6-дан 8 жыл аралығында бас бостандықтарынан айырылды. Айта кетейік, бұл азаматтар әлеуметтік желілер арқылы әуелі теріс пиғылдағы діни ағымдар туралы ақпарат таратқан. Уақыт өте келе ашық түрде жалған жихадты уағыздайтын бейне роликтер таратқан. Тергеу амалдар кезінде күдіктілердің қате кемшіліктері түгел дәлелденіп, олардың елімізде тыйым салынған діни ағымдарды насихаттағаны анықталды. Жазаны өтеу жері түзеу колониясының жалпы режимі деп белгіленсін. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 62 бабына сәйкес 2016 жылдың 31 мамырынан 10 тамызына дейін қамауда ұстау уақыты жазаны өтеу мерзімі есепке алынып, жазаны өтеу мерзімі 2016 жылдың 11 тамызынан бастап есептелсін. Қалалық ішкі істер департаментінің хабарлауынша, бүгін 12-ші қалалық клиникалық ауруханасының жансақтау бөлімінде Руслан Көлекбаевтың атқан оғынан ауыр жарақат алған Жалғас Келдібаев қайтыс болды. Дәрігерлер тәртіп сақшысының жағдайын өте ауыр деп бағалаған болатын. Олар соңғы сәтке дейін полиция сержантының өмірін сақтап қалуға тырысқан. Келдібаев Жалғас Аманбайұлы 1992 жылы дүниеге келген. 2014 жылдан бері ішкі істер органдарында қызмет еткен. Естеріңізге сала кетейік, 18 шілдеде Алматыда аудандық ішкі істер басқармасына және ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментіне шабуыл жасалды. Атыстан 5 адам, оның ішінде 3 құқық қорғау органдарының қызметкері қаза тапқан болатын. Өзгеде тақырыптар. Қазақстанда еңбек қауіпсіздігі, оны қорғау қауымдастығы құрылды. Олар еліміздегі барлық құрылыс нысандарындағы техникалық қауіпсіздікке жауапты инженер мамандарының құқығын қорғамақ. Бүгін жаңа ұйым басшылары жаңа салынып жатқан Сапаржай аумағында құрылыс компанияларының өкілдерімен кездесті. Қауымдастық еңбекті қорғау кадрларының кәсіби біліктілігін арттырмақшы. Сонымен қатар құрылыс басында төтенше оқиғалар орын алған жағдайда да техникалық қауіпсіздік инженерлерінің жұмысына қолдау көрсетеді. Әзірге ұйымға 12 құрылыс компаниясының өкілі ғана мүше болған. Заңда тұлғалардан бөлек құрылысшы инженер секілді жеке мамандар да мәселесін айтып қауымдастықтың қызметіне жүгіне алады. Бүгінгі кезде еңбек қорғау техникалық қауіпсіздік инженерлерін жағымсыз лақап ТБшник деген атаумен атайды құрылыста. Ол ешкімге жасырын емес. Сол көзқарасты біз өзгерту үшін еңбек қорғау техникалық қауіпсіздігінің инженерлерінің біліктілігін жоғарылату, мамандарды шоғырландыру, қазір методикалар жасап жатырмыз, бағдарламалар жасап жатырмыз. Қазақстанның өзінің стандартын енгіздірмекпіз. Құрылыс компанияларының төтенше жағдай мәселесінде көп ашылмайтын сұрақтар бар. Мемлекетіміздің жоғарғы отырған әкімдіктерімізге және де төтенше жағдай болған кезде керекті сұрақтарымызға жауап беретін ассоциация құрылды деп білеміз. Ал Ертіс өңіріндегі Нефтехим ЛТД жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болған алапат өртке қатысты қылмыстық іс аяқталуға жақын. Бұл туралы тергеу амалдарын қолға алған облыстық прокуратураның өкілдері мәлімдеді. Құзырлы мекеме қызметкерлерінің айтуынша, сараптама нәтижесінде кәсіпорындағы өндірістік үдерістердің бұзылғаны анықталған. Салдарынан өрт кезінде жарылыс болып, бұл елімізде ең ірі техногендік апат ретінде тіркелді. Аймақтағы индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік департамент тарапынан арнайы комиссия жүргізген тексеріс зауыт басшылығының 100% кінәсін дәлелдеді. Десе де бірнеше адамның өліміне себеп болған жағдайға кінәлілердің кім екені белгісіз болған. Бүгін таңда олар анықталды. Қылмыстық іс сотқа тамыздың соңында жіберіледі.
Еске сала кетсек, төтенше жағдай қаңтардың 4 күні орын алған. Қызыл жалын полипропиленді орап, қаптау цехының 300 шаршы метрін жалмады. Салдарынан 3 адам көз жұмған, ал денесінің күйік шалған 2 жас маман әлі күнге дейін ем қабылдап жатыр. Нами установлен широкий круг подозреваемых лиц. Осы төтенше жағдайға байланысты кінәлі болуы мүмкін деген күдікті азаматтар анықталды. Кем дегенде 3 лауазымды тұлға күдіктілер қатарында. Олар заң жүзінде қандай жауапкершілікке тартылатынын сот анықтайды. Әзірге аты жөндерін қылмыстық процессуалдық кодекстің 201 бабының негізінде жариялауға болмайды. Ермегияевке қатысты сот шешімі өзгеріссіз қалды. Бұған дейін прокурорлар мен айыпталушының қорғаушысы жазалау мерзімін 12 жыл етіп қысқартуды өтінген еді. Бүгін апелляциялық сот алқасы Талғат Ермегияев пен Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының өзге де өкілдерінің ісі бойынша бұған дейінгі сот үкімін өзгеріссіз қалдырды. Естеріңізге сала кетейік, Талғат Ермегияев 14 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Сонымен қатар оған өмір бойы мемлекеттік қызметте жұмыс істеуге тыйым салынған. Жеке мүліктер тәркіленіп, Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясына 5 миллиард 901 миллион теңге өтеу жүктелген. Жалғастырамыз. Қазақстан мен көршілес Ресейдегі Сарытау жерін байланыстырып жатқан Орал-Тасқала-Саратов тас жолы 2018 жылы пайдалануға беріледі. Көлік дәлізі нұрлы жол бағдарламасы бойынша салынуда. Бүгін үкімет басшысы Кәрім Мәсімов Батыс Қазақстан облысына іс-сапар кезінде осы жол құрылысымен танысты. Сондай-ақ Орал қаласында іске қосылған ет өңдеу зауытында болды. Мұнда қалбырланған ет пен көкөністің 150-ге жуық түрі шығарылады. Соңғы 10 жылда елімізде мал басы 2 есеге өсіп, ет өңдеу көлемі барынша артты. Қазір оны ары қарай дамыту жолдары қарастырылуда. Бұл үшін үкімет мүшелеріне ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеудің өзекті мәселелері бойынша жұмыс тобын құрып, нақты шешімдер қабылдау жүктелді. Сондай-ақ сапар барысында облыстағы елді мекендерді газдандыру мәселесі жан-жақты талқыланды. Айта кету керек, өңірде бүгінде 260 ауыл көгілдір отынның қызығын көріп отыр. Ал Қостанайда биыл жылу беру маусымына әзірлік қызу. Осы күнге дейін 10 қазандыққа күрделі жөндеу жүргізіліп, жылу жүйесі 80% дайындық деңгейіне жеткізілген. Алайда түйткілді мәселелер де жоқ емес. Өткен қыста облыс орталығындағы бірнеше көп қабатты үй тұрғындары жылудан қағылып бүрсең қаққан еді. Оның себебі анықталғанымен биыл қайталанбасына сенім жоқ. Тақырыпта Тобыл өңіріндегі тілшіміз Мағауия Қалиев өрбітеді. Владимир бұл үйде 40 жылдан бері тұрады. Былтырға дейін жылудың жетіспеушілігі болған емес. Барлық мәселе өткен қыста мемлекеттік бағдарламаға сәйкес жылу есептегіштерін орнатқаннан кейін басталды. Қыс бойы бүтін бір үй тұрғындары бүрсең қағып шығыпты. Не хватало тепла. Жылу температурасы тиісті мөлшерден тым төмен болды. Тұрғын үй кооперативі қолынан келген істеді. Құбырларды, басқа да бөліктерін ауыстырды, бірақ нәтиже болмады. Орталық мамандары оның себебін кейін анықтады. Жаңа есептегіштер кейбір үйлердің жылу жүйесіне сай келмейді екен. Міне осыған орай жылудан қағажу көрген Қостанайдағы бірнеше көп қабатты үйдегі есептегіштер қараша айына дейін толық ауыстырылатын болды. Жалпы биыл жылу беру орталықтарындағы 58 қазандыққа жөндеу жүргізу жоспарланған. Алдағы жылу маусымға дейін енді қалған 3 қазан 20 күн ішінде бәрін бітіреміз. Жылу беру кәсіпорындарын негізінен тұтынушылардың қордаланған қарыз алаңдатады. Ресейден жеткізілетін газдың бағасы көтерілгендігіне қарамастан жылу тарифі тұрақты. Ал тұрғындардың берешегі 300 миллион теңгеге жеткен. Төлемді өндіріп алу үшін коммуналдық сала мамандары қатаң шараларға баруға мәжбүр. Сотқа да беріп жатырмыз, халықтың кімде берешек бар, олардың автокөлік, техника бытовой үйінде соларды бәрінде арест жасап жатырмыз. Осындай қиындықтарға қарамастан Қостанай жылу энергетикалық компаниясы өз нысандарының 80%-ын дайындық қалпына келтірді. Бұл мақсатқа биыл 8 миллиард теңге жұмсалған. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, қорытынды жаңалықтар, Қостанай. Бурабай кентінің жылу қазандығы да жауапты маусымға дайын. Құны 2 миллиард теңге тұратын нысан өткен жылы салына бастаған еді. Алайда қаржыландыру мәселесіндегі қиындық салдарынан жұмыс тоқтап қалған. Биыл облыстық бюджеттен қазандықтағы құрылысты аяқтау үшін 226 миллион теңге қаржы бөлінген. Нысанды тапсырғаннан кейін берілетін жылу көлемі 2 есеге дейін ұлғаяды. Әрі Бурабай кентін жаппай жылумен қамтуға мүмкіндік туады. Бұл шамамен 113 тұрғын үй мен 135 әлеуметтік нысан. Сондай-ақ жаңа нысаннан тағы 2 елді мекенге жылу жіберілетін болады.
15 августа планируется акт ввода в эксплуатацию. Жаңа қазандықты іске қосу үшін тамыздың 15 күні қабылдап аламыз. Оқжетпес пен Бурабай кенттерінің абоненттерін желіге қосамыз. Ол жерде 13 көп пәтерлі тұрғын үй мен әлеуметтік нысандар бар. Мәселен, мектептер, мәдениет үйлері, сондай-ақ жекеменшік үйлер мен қонақ үйлерде осы тізімде. Алдағы 3 жылда сүт өнімдерінің бағасы 20%-ға төмендейді. Ал жамбылдық полицейлер Шу ауданында 2 тоннаға жуық марихуана тәркіледі. Олай болса, аймақтар топтамасына ауысайық. Бүгін таңертең Жамбыл облысының 100 мыңға жуық халқы жарықсыз қалды. Оған Жамбыл ауданы әкімдігінің жабдықтау компанияларын хабардар етпей, Талас өзенінің арнасын бұру жұмыстарын жүргізуі себеп болған. Аса өзен 2 ауылдағы үйлерге қауіп төндіріп, сол маңнан өтетін жоғарғы вольтты желінің бағанын шайып кеткен. Қазір абоненттердің дені электр энергиясына қосылды, тек 5000-дай халық тұратын Қызылқайнар мен Жас Өркен ауылдарына жарық беру қиын болып тұр. Алдағы 3 жылда сүт өнімдерінің бағасы 20%-ға төмендейді. Ол үшін арнайы жобалар қолға алынды. Қазір сүт және еттің 80% жеке қосалқы шаруашылықтарда өндірілуде. Ал қайта өңдеуші кәсіпорындардың үлесінде тек 60%. Осы мәселені шешу үшін жыл соңына дейін 192 ауыл шаруашылығы кооперативі құрылмақ. Оның ішінде 147 сүт қабылдау пункті мен 2786 отбасылық бордақылау алаңын біріктіру көзделіп отыр. Ал жамбылдық полицейлер Шу ауданында 2 тоннаға жуық марихуана тәркіледі. Алға ауылы маңында тәртіп сақшылары кендір қурай жинап жүрген 3 адам ұстаған. Күдіктілер 1 тоннадан астам есірткі жинап үлгеріпті. Бұл оқиғадан көп уақыт өтпей жатып, осы ауыл маңында тағы бір азамат қолға түсті. Ол 950 келі есірткіні орып, тасымалдауға дайындап жатқан жерінен ұсталған. 2 дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Дала өркениетінің бастауында тұрған Ботай мәдениетіне шетелдік қызығушылықты танытуда. Қазір Теріскейдегі көне қоныс түсірілім алаңына айналған. Мұнда әйгілі канадалық Clearwater Documentary телекомпаниясы продюсері Найоби Томпсонның жетекшілігімен жылқы және адам арасындағы байланыс жайлы деректі фильм түсіріп жатыр. Жобаның жалпы құны 3,5 миллион ақш долларын құрайды. Фильм 2 жылдан кейін жарыққа шығады. Оқушылардың жазғы демалысы аяқталуға жақын. Павлодар облысындағы лагерлерде 75 мың оқушы тынықты. Өңірде 741 демалыс нысаны жұмыс істейді. Білім беру басқармасы өкілдерінің айтуынша, балалар арасында киіз үй ауылдары үлгісіндегі лагерлерге қызығушылығы артқан. Бұл жерлерде жеткіншектер қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеру, туған өлкенің тарихымен танысу мүмкіндігіне ие болады. Хабарымыз жалғастырамыз. Лондон Олимпиадасының күміс жүлдегері Әділбек Ниязымбетов бүгін Рио Олимпиадасында белорус боксшысы Михаил Долголевецпен шаршы алаңға шығады. Қазақстандық былғары қолғап шеберінің алғашқы жекпе-жегін Хабар телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Қазір дүйім ел Әділбектің жеңісіне жетуіне тілектес білдіріп отыр. Әсіресе оның ата-анасы мен жерлестерінің көңілі ала бөтен. Ұлының бірінші жекпе-жегі жақындаған сайын әкесі Сәбит Ниязымбетовтің жүрек толқынысы күшейе түскен. Көңілін басу үшін перзенті жаттығатын бокс мектебіне жиі келеді. Бұл шаршалаңда қазір 500-ге жуық жас боксшы шеберлікті шыңдауда. Жеткіншектер Әділбектің алтыннан алқа тағатынына бек сенімді. Ал кәсіпқой бапкерлердің айтуынша, ол Рио Олимпиадасына тас түйін әзірлікпен аттанды. Бұйырса, Риодан тек ақ жолтай жаңалық боларына үміт артып отыр. Үйде отыру өте қиын, қазір тақымыз қысып, уайымдап, ұйқы жоқ. Осындай кезде Әділбекті бастап еді. Осы балдарда Әділбек сияқты біздің Қазақстанымыздың, еліміздің туын көтеріп, көк байрағын желбіретеді деген сенімдемін. Өзінің жаңағы қарсыластарының әрқайсының техника, тактикаларын біліп, соларға жаңағы тактикалық бағыт қойып дайындалды. Алтын жүлдені алам деп мақсат сол қойып кетті. Рио Олимпиадасының жеңіспен келеді деген ойдамыз. Естеріңізге сала кетейін, бүгін түнде 4-1-де боксшымыз шаршы алаңға шығатты. Жарысты түнгі сағат 2:30-да 56 келі салмақ дәрежесінде Қайрат Ералиев ашпақ. Ал сағат 3:15-те 64 келідегі Абылайхан Жүсіповтің боксын көрсетсек, сағат 4:15-те 69 келідегі Данияр Елеусінов шаршы алаңға шығады. Сондай-ақ сағат 4:45-те 81 келі салмақ дәрежесіндегі Әділбек Ниязымбетовтің кездесуін арнамыздан тікелей эфирде көрсетеміз.
Осыдан аз уақыт бұрын қазақстандық дзюдошы Максим Раков эстониялық қарсыласын жеңіп, жарыстың келесі кезеңіне өтті. Ал дәл қазір 2 алтын, 1 күмісті иеленген спортшыларымыз жайлы арнайы шығарылымды тамашалаңыздар. Жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Ақпараттар ағынында хабармен бірге болайық ағайын.